Ол амайын дейді апасына. Ақша, жоқ, оған да жылан жоқ. Оған да жылан жоқ. Саған ішіне құла келеміз ау. Оған жоқ, оған болады. Іштеңе жылан жоқ, құла болады. Болды, алды енді. Ақша алды. Бұйырса, қазақты дамытатын азамат болсын, Алла тағала нәсіп етіп. Осы шымыр балық елін байытатын азамат болсын деп ағайындар бір улап-шулап қойыңыздар қанеке. Келіңіздер. Айсұлтан баламыз әкесі кәсіпкер болайын деген ғой. Биіктен көрінсін. Тек жақсылықта бас қосайық. Рахмет. Енді осы тұсау кескен аға жеңгемізге деген сый-сияпатты арнайылап келіңіздер ағалар. Мына бетте тұрып алайық. Мына бетке келіңіздер. Азеке ортаға келіңіздер. Құрметті шешелер аласылайық өтініш, ә? Өзім жинап кеткеніңші. Енді әке келіңізші. Бір өзіңіз бір рахметін айтып, табыстайтын сый-сияпатты табыстасаңыздар. Өздеріңіз айтасыздар ма? Бір рахмет айтып жіберейік Азекеге. Біз береміз, келіңіздер. Азеке, кеше сауалыңызға рахмет. Сыйлықтарыңыз өріп, соны тапсырып арнайы Айсұлтандай батырдың сауын кескен ағамызға арнайылап күртеше. Екеуімізді кожлайлып алып, Айес подарым бургам, фонтанчик, черным дельфином болып кетсізді ма? Ой, мәрі келді. Енді, жеше, өзіміздің сый-сияпатты табыстайық. Ағам екеуіміз патша күшті кинопсыздар ғой. Айсұлтан баламыздың тұсауы кесілді, қадамы оңынан болсын деп, біздің атымыздан 2 көлік, 1 тұлпар деймін бар, әкесі сияқты, және кішігірім сыйлығымыз бар. Қыстық комбинезон баламызға. Әрине бас киім. Қыздық комбинезон. Сосын? Және аяқ киімі. Тәтті шашуымыз еді. Тұсау кесте шашамыз деп есіміз шығып кетті ғой, аяқ асты. Әрине. Арнайы азамат ағамызбен Айша жеңгеміздің атынан осы Айсұлтан батырға қос бірдей көмек және де жылдың